Ертеде шал мен кемпір болыпты. Бірде шал кемпіріне: Кемпір-ау, маған бауырсақ пісіріп берсеңші. Неден пісірейін, ұн жоқ қой. Әй, кемпір-ай, сыпыраның түбін қырнап көрсең ғой, бауырсаққа ұн табылып қалар. Кемпір солай істейді. Сыпыра түбін қырнап, екі уыс ұн табады да, қаймақ қосып, қамыр илеп, бауырсақты майға пісіріп, терезе алдына суытқалы қояды. Жата жалыққан бауырсақ терезе алдынан домалап түседі де, айналаның қызықтарын тамашаламақшы болады. Бауырсақ жолда зымырап бара жатса, қарсы алдынан қоян шыға келеді. Қоян айтады: Бауырсақ, мен сені жеп қоямын. Жоқ, сен мені жеме, саған өлең айтып беремін. Мен бауырсақ, атамнан қаштым, әжемнен қаштым, енді қоян, сенен де қашып кетемін. Осылай әндетіп бауырсақ домалай жөнеледі. Бауырсақ жалғыз аяқ жолмен келе жатса, оның алдынан қасқыр шыға келеді. Қасқыр айтады: Бауырсақ, мен сені жеп қоямын. Сен мені жеме, мен саған өлең айтып беремін. Мен бауырсақ, мен атамнан қаштым, әжемнен де қаштым, қасқыр сенен де құтылам. Деп домалай жөнеледі. Бауырсақтың алдынан қу түлкі шығады. Бауырсақ, мен сені жеп қоямын. Жемеші, мен саған өлең айтып беремін. Мен бауырсақ, мен атамнан қаштым. Деп өлеңін айта бергенде түлкі айтады: Бауырсақ, сенің даусың маған естілмей жатыр. Құлағыма жақын тұрып айтшы, дейді. Бауырсақ өлеңін енді бастай бергенде түлкі қулығын асырады да, бауырсақ түлкіге жем болады. Бұл ертегі бізге сабырлы болуды және кез келген сөзге сене бермеуді үйретеді. Ақылды бала ойланып шешім қабылдайтын бала.